Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем еңбек сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жануарларды бейнелейміз. Сабағымыздың мақсаты әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды және құралдар арқылы жануарлардың суретін саламыз. Сен білесің бе? Жануарларды бейнелейтін суретшіні анималист деп атайды. Олардың бәрінің денесі, басы, мойны және аяғы бар. Көркем еңбек сабағында қайшы секілді үшкір заттарды қолданарда қауіпсіздік ережесін сақтауды ұмытпаймыз. Балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Әрине, бұл үй жануары мысықтың суреті. Мысықты барлығымыз өте жақсы білеміз. Ендеше, осы мысықтың бейнесін бейнелейтін боламыз. Еске түсірейік. Ненің суреттерін көріп тұрмыз? Қанекей, ойланайық. Қане, бірге қайталайық. Бірінші тұрған бұл тік төртбұрыш, дөңгелек, сопақша, шаршы және үшбұрыш. Енді осы пішіндерді пайдаланып, мысықтың суретін бейнелейміз. Мысықтың басы үлкен дөңгелек, екі көздері кішкентай дөңгелек және мұрны кішкентай үшбұрыш, аузы кішкентай сопақша және екі құлақтары үлкен үшбұрыш, денесі төртбұрыш және аяқтары шеңберден құралған. Қағаз қаламдарыңды алып, менімен бірге мысықтың суретін бейнелейміз. Балалар, мысықтың суретін әдемі етіп салды деп ойлаймын. Сабақта геометриялық пішіндерді пайдаланып, жануарлардың суретін салуды үйренді. Осымен сабағымыз аяқталды.